Достар, бүгін бізге осы айтқа берген подароктарға обзор. Достар, қандай подароктар жасақ болады? Ладно, бұларға сосын келеміз. Ең бірінші обычный Ferrero арашыны ашып көрейік. Достар, бұны барлықтарыңыз жеп көрген шығарсыздар. И давайте, бұның 3 түрі бар екен. Ол ең бірінші Рафаэлло, өзінің осы Ferreroсы и осындай басқа түрі. Достар, енді давайте осы күшті бір подарокты ашып көрейік. Бұл өте ауыр. Ішінде не бар екен, маған да қызық. Давайте ашып көреміз. Достар, давайте ашайық. Вау! Күшті екен. Ең бірінші бізде осындай кириешки со вкусом сыр. Сосын осындай печенье жаңғақтармен. Сосын осындай тортик, альбени печенье, осындай чупа-чуп малина дәмді, шоколад. Сосын осындай буэна сияқты чудо деген шоколад, осындай печенье шоколад. И осындай лок деген сок со вкусом персик. Ал енді, достар, осы подарокты ашып көрейік. Достар, біз осы подароктарды аштық. Енді осы сөмкелерді ашып көрейік. Үстіп ашылады екен, маған қатты ұнап тұр. Вау, достар! Достар, қараңыздар, бұл бізде осындай зәм-зәм су. Ал енді сладостарға келсек, осындай вафли клубный дәмімен, сосын осындай чупа-чуп, тоже малина дәмімен, шоколад, екі печенье, осындай орео печеньесі бар екен. Тоже альбени, осындай крекер печенье, осындай буэна шоколад сияқты чудо, бірақ басқасы. И осындай тағы осындай конфетик. Өте күшті, маған қатты ұнап тұр. Прям күшті. Достар, жаңа ашқан подарок ол мынау, ал енді мен өзімнің подарокымды ашайын. Оформлениясы бір болған болса да, ішінде басқаша сладости бар. Давайте ашып көреміз. Достар, бұл менікі болғандықтан мен кішкене жеп көрдім. Осыны достар, енді жол осындай жаңа көрген печенье, осындай крекер печеньесі. Осындай көргеніңіздер, осы буэна шоколад, олар шоколад дәмімен, ал бұл бізде осындай аппақ. Осындай кириешки, бұл бізде сметана зелень, орео печенье, сок, осындай классический дәмімен конфет, и осындай самое главное, мне кажется, ол осындай шоколад. Енді осы каналға сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Енді осы подарокты ашып көрейік. Достар, мұнда барлық вкусына басқа вкус екен. Осындай сок. Осындай мен новинкасы. Бұл бізде креветкамен бірінші рет көріп тұрмын осыдан. Сосын бұл жасыл. Бізде только что мынандай қызыл болды. Менің подарокымда, ал бұл осындай екен күшті. Вау, достар, еще осындай екен бар. Ал менде осындай болған. Вау, на өте күшті, еще банановый вообще. Кайф. И тура осындай менде де бар. Тура осындай.
И чупа-чуп мында да басқа вкус екен. Тура осындай печенье, орео печенье и альбени. В общем, осы подарықтарда осындай сладостьлар маған қатты ұнады. Осы каналға лайк басып, осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока!